Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін сіздерге адам ағзасына пайдалы суларды және олардың түрлерін айтып кететін боламыз. Су біздің денемізге қажет. Сусыз дене қозғалмайды. Есіңізде болсын, біздің денсаулығымыз үшін біз ішетін судың мөлшері емес, оның сапасы маңызды. Судың ағзаға әсері су метаболизмді тездетеді және минералдар мен басқа заттардың сіңуіне ықпал етеді. Бүкіл әлем ғалымдары 2 күнде 1 литр су ішу керек деген стереотипті жоққа шығарады. Олардың айтуынша, бір адамға шаққандағы су мөлшері, атап айтқанда, адам салмағының әр бөлігіне 30 мл су ішу керек. Демек, салмағы 50 келі адам 1,5 литр су ішу керек. Алайда, бұл сома мезгіл-мезгіл өзгеруі мүмкін. Бұл денедегі судың жоғалуына ықпал ететін шамадан тыс физикалық белсенділікке, ыстық, ауа райына, дәрі-дәрмектерге және тағы басқаға байланысты болып келеді. Сонымен қатар, темекі шегу, кофе және алкогольді ішу десе де су тапшылығын тудыруы мүмкін. Денедегі судың жетіспеушілігі бас ауруына, қанның қоюлануына, терінің құрғауына және жүрек соғысының өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, артық салмақ сізді алаңдатады және қартаюды тездетеді. Біз қандай су ішуіміз керек? Жоғарыда айтылып кеткендей, жағымсыз жағдайға түспес үшін қандай су ішуіміз керек? Жалпы, денсаулықты сақтау үшін қандай сұйықтық қажет? Краннан су, бізде оны кәдімгі краннан ішетін әдет бар. Біз оның қаншалықты таза екенін және денсаулыққа қандай бір әсерін ететінін білгіміз келеді. Алайда, белгілі хлор ағын суға қосылады, ал хлор қауіпті аурулардың қоздырғыштарын жоюға және инфекция қаупін азайтуға әсер етеді. Бірақ денеге ешқандай да пайда жоқ. Хлорланған суды көп ішу өт тастары мен бүйректе тастардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Ол сонымен қатар теріні және шашты сау ететін дәруменін кетіреді. Ол сонымен қатар аллергияны тудырады, жыныстық әлсіздікке әкеледі және иммунитетті төмендетеді. Көптеген адамдар суды қайнатады деп санайды. Ағын суды қайнату оның сапасын едәуір жақсарта алады. Сондықтан біз бәріміз үй ыдыстарына ыстық су құямыз. Өкінішке орай олай емес. Су қайнаған кезде ол құрамындағы вирустар мен бактерияларды өлтіруі мүмкін. Бірақ сіз хлор мен ауыр металлардан арыла алмайсыз. Егер сіз суды бірнеше рет қайнатсаңыз, қаупін қорқынышты болады. Суды қайта қайнатқанда олы тригалометан түзіледі. Бұл зат керісінше біздің ағзамыз үшін өте қауіпті екенін ескеріңіз. Сондықтан қайнаған суды шай немесе кофе жасау үшін бір рет қолданған дұрыс. Біздің көпшілігіміз минералды су деп санаймыз. Бұл ең таза, ең пайдалы су. Сонымен қатар, бұл судың кейде пайдалы, кейде зиянды екені анықталды. Мысалы, су бөтелкесі белгісінсіз минералды су ішпеңіз. Оны тек дәрігердің нұсқауы бойынша ішу керек. Кейбір минералды суларда тұз көп. Бұл кейбір ауруларға теріс әсер етеді және нәтижесінде созылмалы аурулардың өршуіне әкеледі. Сонымен қатар, дүкендегі барлық минералды су денсаулыққа бірдей қауіпсіз емес. Судың кейбір түрлерінде микроорганизмдер 70 есе көп екені белгілі. Атап айтқанда, пластикалы контейнерлерде су ішпеу жақсы. Егер сіз денсаулығыңыз туралы ойласаңыз, ішетін суға жеткілікті көңіл бөліңіз. Минералды суды сатып алғанда, оның құрамына назар аударыңыз. Егер оның құрамында 2 минерал болса, мырыш пен магний болса, оны тыныш жанмен ішуге болады. Бұл 2 минерал біздің ағзамыздың толық жұмыс істеуі үшін маңызды рөл атқарады. Мырыш, атап айтқанда, иммундық жүйеге вирустар сияқты сыртқы жаулармен күресуге көмектеседі. Магний стрессті жеңілдететін табиғи құрал ретінде әрекет етеді. Ол сондай-ақ маңызды биохимиялық процестерге қатысады және оны стреске төзімді етеді. Егер сіз аш қарынға ішсеңіз, 90% мырыш пен 70% магний сіңеді. Сонымен, біз қандай судың тиімді екенін білдік. Сіздің жағдайыңыз сәйкес дұрыс суды алайық. Егер сізді ісіну, қант диабеті, жүрек қан тамырлары аурулары, бауыр, бүйрек немесе асқазан ішек аурулары болса, алдымен дәрігермен кеңескен жөн. Ол сізге қандай суды қанша мөлшерде ішу керектігін айтатын болады. Ауыз суды ішу тәртібін дұрыстап ұстануды үйренуіміз керек. Маңызды 5 жағдайға тоқталайық. Граммен қанша ішу керек? Американдық ғылымдардың зерттеулеріне сәйкес, сұйықтықтағы калория
қатты заттардағы калорияға қарағанда маңызды. Яғни біз ішетін сұйықтықтар кейде бізді құрғақ тағамға қарағанда қалыңырақ етеді. Бұған дамыған елдерде үстемдік ететін және адамдардағы семіздіктің себебі болып табылатын қантты сусындар кіреді. Сондықтан барлық диетологтар қарапайым және таза су ішуді ұсынады. Бірақ біз қанша ішуіміз керек? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамға қажет су мөлшерін есептегенде дене салмағының 30 килограммына 1 мл екендігі анықталды. Яғни салмағы 70 кг адамға 2 күн ішінде 1 литр 100 мл су қажет болады. Бұл не үшін қажет? Бірінші, салмақ жоғалтуға көмектесіңіз. Вирджиния университетінің американдық ғалымдары суды қашан ішу және салмақ қосу керектігі туралы ауқымды зерттеулер жүргізді. Ғалымдар зерттеуге қатысушыларды 2 топқа бөледі. Онда бірінші топ мүшелері тамақтанудан 1 минут бұрын 30 кесе су ішуге уәде берді. Ал екінші топ күн сайын әдеттегідей ішуге мәжбүр болды. Алайда есепте 2 топтағы адамдар қажетті мөлшерде су ішкені айтылған. Эксперимент соңында тамақтанар алдында су ішкен адамдар үшінші топтағы адамдарға қарағанда орта есеппен 2 килограмм артық салмақ жоғалтты. Жалпы алғанда асқазан сумен толтырылғандықтан онымен бірге асқазанға түсетін тағам мөлшері де аз болуы керек дейді. Бірақ біз тек судың көмегімен салмақ жоғалтпаймыз. Егер сіз суды дұрыс ішсеңіз, барлық метаболикалық процестер, соның ішінде майлардың ыдырауы тездетіледі. Денеңізге қажетті су мөлшерін ішкен кезде метаболизм шамамен 3%-ға жылдам жұмыс істейді. Басқаша айтқанда, адам осы жылдамдықпен тез салмақ жоғалтады. Бұл процесс күн сайын жүреді. Егер көп болмаса, дене сусызданған кезде ол барлық жерде су жинай бастайды. Бұл бұрыш негізінен біздің май тініміз. Сондықтан суды аз ішкен кезде сіз семіре бастайсыз. Ең алдымен өзіңіз аздап тәжірибе жасайық. Сонда сіз тамақ ішкіңіз келгенде бірден бір стакан су ішесіз. Осылайша дене тағамнан гөрі су жетіспейтін көрсеткісі келуі мүмкін. Сонымен қатар диетологтар таңертең аш қарынға 1 стакан су ішу маңызды деп санайды. Тамақтанудан 30 минут бұрын, кем дегенде 15 минут бұрын болмаса да аш қарынға 1 стакан суды баяу ішіп көріңіз. Егер асқазан қышқылы қалыпты болса, лимонның жартысын сығып суға батырған дұрыс. Бұл метаболизм процестерін және барлық ішкі органдардың жұмысын оятуға көмектеседі. Bir күнде 1-1,5 литр су ішкен дұрыс. Оны біртіндеп ұсынылған мөлшерге жақындатыңыз. Дегенмен бір уақытта көп су ішу созылмалы аурулардың өршуіне әкеледі. Сондықтан оны әбігерсіз ішу керек. Ең бастысы қарапайым ауыз су ішу. Шай, кофе, кока-кола және шөп шай сияқты басқа сусындар диуретикалық әсерге ие. Басқаша айтқанда, бұл ағзадағы судың жетіспеушілігін одан әрі арттырады. Сонымен қатар кофе, компот, сүт, лимонад, түрлі шырындар және тағы басқалар бұл су емес, сұйық тағамдар. Басқаша айтқанда, ол қарапайым ауыз судың қасиеттеріне ие емес. Қан қысымын реттеу. Біздің денеміз орта есеппен 75% судан, ал қанымыз 92% судан тұрады. Сонымен судың жетіспеушілігі қанның қоюлануына және қан қысымының жоғарылауына келеді. Осы себепті гипертониямен ауыратын науқастар әдеттегі суды ішу, әдет ұстану керек дейді. Аллергияны бақылау. Денедегі су жеткіліксіз болған кезде бөлінетін гистамин мөлшері артады және ол денеде қалған суды тиісті түрде шығара бастайды. Ал гистамин тым көп болған кезде аллергияны белсендіреді. Сондықтан егер сіз аллергия болса, қажетті мөлшерде су ішу өте маңызды. Буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Әрине, су біздің буындарымыз үшін өте маңызды. Остеоартрит және остеохондроз сияқты аурулар ағзадағы судың үнемі жетіспеушілігінен туындайтыны белгілі. Бұл шеміршек талшықтар жеткілікті қоректік заттарды алмаса және қан айналымы бұзылса, олар тез тозады. Бұлшықеттерді ғана емес, шеміршек тінін де жақсы күйде ұстау керек. Бұл жағдайда шеміршек тіндері қоректенеді. Сондай-ақ ылғалдануға тырысыңыз. Яғни 2 күн ішінде кем дегенде 1 литр су ішсеңіз, әр 15 минут сайын
бір жұтым су ішіңіз, әсіресе жаттығу кезінде. Сонымен қатар, ағзадағы су жетіспеушілігі барлық ферменттердің өндірісін баяулатады және энергия белсенділігін төмендетеді. Біз мұны істегенде, біз ойлағаннан тезірек шаршаймыз. Нәтижесінде біз тіпті жаттығудан аулақ болуымыз да мүмкін. Шашыңызды жылтыратыңыз. Алдын ала тапсырыс бергендер үшін шаштараздар негізінен ауыз су режимі туралы сұрақтар қояды. Ылғалдың жетіспеушілігі бет терісіне әсер етеді. Денедегі ылғалдың жетіспеушілігі мен бет терісі құрғап, әжімдер ертерек пайда бола бастайды. Сонымен қатар, денеде ылғал жетіспесе, шаш аз жылтыр және сынғыш болады. Витаминдердің ішінде ылғал өте маңызды. Сондықтан шаштараздар ең алдымен күніне кемінде 1 литр су, күніне 2 рет ішуге кеңес береді. Су жеткіліксіз болған кезде біздің денеміз өмірлік маңызды функцияларды сақтау үшін жасушалар мен тіндерден судың сіңіре бастайды. Алайда бұл уақытта ең маңызды органдарға да әсер етуі мүмкін. Мысалы, ми гипоксияға бейім, денедегі судың жетіспеушілігі қанның қойылуына және оттегінің нашар тасымалдануына әкеледі. Сол сияқты, осы себепте жүректе де проблемалар болуы мүмкін. Құрметті достар, осы айтылған ақпараттарды тек дәрігерлердің кеңесуімен арқылы қолдансаңыздар болады. Ақпарат ұнаса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер.